Сәлеметсіздер ме достар? Бүгінгі видеомызда біз өте кең таралған, бірақ көп адамды мазалайтын мәселе асқазан қышқылдығы туралы айтатын боламыз. Көпшілігіміз асқазанның күйдіруі, ауырсынуы сияқты жағымсыз сезімдерді бастан кешіргенбіз. Бірақ бұл жайсыздықтың себебі неде? Бүгін біз асқазан қышқылдығының не екенін, оның қандай белгілері бар екенін, қалай емдеуге болатынын, және ең бастысы, қалай алдын алуға болатынын қарастырамыз. Асқазан қышқылдығының жоғарылауы асқазанда артық қышқыл өндірілгенде пайда болады. Бұл қышқыл асқазанның ішкі қабын тітіркендіріп, жағымсыз сезімдер тудырады. Егер сіз асқазан қышқылдығынан зардап шегетін болсаңыз, бұл видео сізге өте пайдалы болады. Біз асқазан қышқылдығының негізгі себептерін, белгілерін, ең тиімді емдеу жолдарын және алдын алу шараларын қарастырамыз. Сонымен қатар, біз асқазан қышқылдығын реттеуге көмектесетін және оның пайда болу қаупін азайтатын тағамдар туралы да айтатын боламыз. Бұл видеоның соңында сіз асқазан қышқылдығы туралы барлық қажетті ақпаратты аласыз және онымен күресудің тиімді жолдарын білесіз. Денсаулығыңызға жауапкершілікпен қараңыз, және бұл видео сізге пайдалы болады деп үміттенемін. Асқазан қышқылдығының жоғарылауы әртүрлі белгілермен көрінуі мүмкін. Ең көп таралған белгі бұл әрине күйдіру сезімі. Күйдіру кеудеде пайда болатын және кейде тіпті тамаққа дейін көтерілетін жағымсыз, жанып тұрғандай сезім. Бұл асқазан қышқылы өңешке көтерілгенде пайда болады. Басқа кең таралған белгілерге асқазанның ауырсынуы, жүрек айнуы, құсу, кекіру, газдың жиналуы, тәбеттің болмауы және іштің кебуі жатады. Егер сіз осы белгілердің біреуін немесе бірнешеуін байқасаңыз, онда сізде асқазан қышқылдығының жоғарылауы мүмкін. Алайда бұл белгілер басқа аурулардың да белгілері болуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн. Сондықтан, егер сізде осы белгілердің біреуі болса, диагноз қою және тиісті емдеуді тағайындау үшін дәрігерге қаралу өте маңызды. Асқазан қышқылдығының белгілерін елемеуге болмайды, себебі олар уақыт өте келе күшейіп, асқазан жарасы, гастрит, тіпті өңеш қатерлі ісігі сияқты ауыр асқынуларға әкелуі мүмкін. Сондықтан, егер сізде осы белгілердің біреуі болса, өзіңізді емдеуге тырыспаңыз. Дұрыс диагноз қою және тиісті емдеуді тағайындау үшін дәрігерге қаралыңыз. Есіңізде болсын, денсаулығыңыз ең басты байлығыңыз. Өзіңізге қамқорлық жасаңыз және денсаулығыңызға жауапкершілікпен қараңыз. Асқазан қышқылдығын емдеу әдетте кешенді тәсілді қажет етеді. Ол дәрі-дәрмектерді, диетаны өзгертуді және өмір салтын түзетуді қамтиды. Дәрігер сізге асқазан қышқылдығын бейтараптандыратын антоциттерді, асқазан қышқылының өндірілуін азайтатын H-гибл блокаторларын немесе протонды сорғы ингибиторларын тағайындай алады. Дәрі-дәрмектермен қатар диетаны өзгерту асқазан қышқылдығының белгілерін жеңілдетуге көмектеседі. Майлы, ащы, қышқылды тағамдардан, кофеин мен алкогольден бас тарту ұсынылады. Керісінше, асқазанға пайдалы тағамдарды, мысалы көкөністерді, жемістерді, майсыз ет пен балықты тұтынуды арттыру керек. Өмір салтын өзгерту де асқазан қышқылдығын емдеуде маңызды рөл атқарады. Темекі шегуді тастау, стрессті басқару, ұйқы режимін реттеу және үнемі дене шынықтырумен айналысу асқазан қышқылдығының белгілерін азайтуға көмектеседі. Есіңізде болсын, бұл жалпы ұсыныстар ғана. Емдеу жоспары әр адам үшін жеке болуы керек және оны дәрігермен келісу қажет. Өзін-өзі емдеу қауіпті болуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн. Сондықтан, егер сізде асқазан қышқылдығының белгілері болса, диагноз қою және тиісті емдеуді тағайындау үшін дәрігерге қаралу өте маңызды. Асқазан қышқылдығын алдын алу денсаулықты сақтауда маңызды рөл атқарады. Күнделікті өміріңізге бірнеше қарапайым өзгерістер енгізу арқылы сіз асқазан қышқылдығының пайда болу қаупін айтарлықтай азайта аласыз. Біріншіден, дұрыс тамақтануға назар аударыңыз. Күніне бірнеше рет аз мөлшерде тамақтану асқазанның қышқылдығын реттеуге көмектеседі. Майлы, ащы, қуырылған тағамдардан, газдалған сусындардан, кофеин мен алкогольден бас тартыңыз. Оның орнына көкөністерге, жемістерге, дәнді дақылдарға және майсыз белоктарға бай диетаны ұстаныңыз. Екіншіден, стрессті басқаруға тырысыңыз. Стресс асқазан қышқылының өндірілуін ынталандырады. Сондықтан босаңсу техникаларын, мысалы йога, медитация, немесе терең тыныс алу жаттығуларын үйреніңіз.
Үшіншіден, темекі шегуден бас тартыңыз. Темекі шегу асқазанның қорғаныш қабатын бұзады және асқазан қышқылының кері ағымын тудыруы мүмкін. Сондай-ақ ұйқы алдында тамақтанудан аулақ болыңыз және ұйқы кезінде басыңызды көтеріңіз. Бұл асқазан қышқылының өңешке кері ағып кетуіне жол бермейді. Есіңізде болсын, алдын алу әрқашан емдеуден гөрі жақсы. Денсаулығыңызға қамқорлық жасаңыз және салауатты өмір салтын ұстаныңыз. Chapter 4. Асқазанға пайдалы тағамдар. Дұрыс тамақтану асқазан денсаулығын сақтауда шешуші рөл атқарады. Әсіресе асқазан қышқылдығына бейім адамдар үшін. Кейбір тағамдар асқазан қышқылын бейтараптандыруға, қабынуды азайтуға және ас қорытуды жақсартуға көмектесіп, жалпы асқазан денсаулығын жақсартады. Банандар асқазан қышқылдығын бейтараптандыратын табиғи антоцит ретінде әрекет ететін калийге бай. Олардың құрамындағы шырышты зат асқазанның ішкі қабатын қорғап, тітіркенуді азайтады. Сұлы жармасы құрамында талшықтарға бай, ас қорытуды жақсартады және асқазан қышқылын сіңіруге көмектеседі. Оларды таңғы асқа немесе күні бойы жеңіл тағам ретінде тұтынуға болады. Йогурт пробиотиктердің жақсы көзі. Олар ішектегі пайдалы бактериялардың тепе-теңдігін қалпына келтіруге көмектеседі. Бұл ас қорытуды жақсартуға және асқазан қышқылдығының белгілерін азайтуға көмектеседі. Асқабақ ас қорытуды жақсартатын және асқазан қышқылын реттейтін талшықтар мен А дәруменіне бай. Оны пісірілген, буға пісірілген немесе сорпа түрінде тұтынуға болады. Зімбір асқазанды тыныштандыратын және жүрек айнуын азайтатын қабынуға қарсы қасиеттерімен танымал. Оны шай түрінде тұтынуға немесе тағамға қосуға болады. Chapter 5. Асқазанға зиянды тағамдар. Кейбір тағамдар асқазан қышқылын бейтараптандыруға және ас қорытуды жақсартуға көмектессе, басқалары керісінше асқазан қышқылының өндірілуін ынталандырып, қабынуды күшейтіп, асқазан қышқылдығының белгілерін күшейтеді. Майлы тағамдар асқазанның босатылуын бәсеңдетіп, асқазан қышқылының өңешке кері ағып кетуіне ықпал етеді. Оларға қуырылған тағамдар, фастфуд, майлы ет және сүт өнімдері жатады. Ащы тағамдар асқазанның ішкі қабатын тітіркендіріп, қабынуды күшейтеді. Оларға чили бұрышы, карри және ащы соустар жатады. Қышқыл тағамдар асқазан қышқылының деңгейін жоғарылатып, күйдірумен асқазанның ауырсынуын тудыруы мүмкін. Оларға цитрус жемістері, томаттар, сірке суы және кейбір газдалған сусындар жатады. Кофеин асқазан қышқылының өндірілуін ынталандырады және асқазанның төменгі сфинктерін босаңсытады. Бұл асқазан қышқылының өңешке кері ағып кетуіне әкелуі мүмкін. Алкоголь асқазанның ішкі қабатын тітіркендіреді және асқазан қышқылының өндірілуін арттырады. Бұл тағамдарды тұтынуды шектеу немесе болдырмау, асқазан қышқылдығының белгілерін азайтуға және жалпы ас қорыту денсаулығын жақсартуға көмектеседі. Chapter 6. Қышқылдықты анықтау және реттеу. Асқазан қышқылдығын анықтау және реттеу бұл жайсыздықты жеңілдету және асқынулардың алдын алу үшін өте маңызды. Егер сізде асқазан қышқылдығының белгілері үнемі байқалса, дәрігерге қаралу өте маңызды. Дәрігер сіздің медициналық тарихыңызды қарап, физикалық тексеруден өткізеді және асқазан қышқылдығының себебін анықтау үшін қосымша тексерулер тағайындауы мүмкін. Бұл тексерулерге эндоскопия, биопсия, асқазан рентгенографиясы немесе асқазан қышқылдығын 24 сағат бойы бақылау кіруі мүмкін. Асқазан қышқылдығы расталғаннан кейін, дәрігер сізге ең тиімді емдеу әдісін тағайындайды. Бұл дәрі-дәрмектерді қабылдау, диетаны өзгерту және өмір салтын түзетуді қамтуы мүмкін. Өздігінен емделуден аулақ болыңыз, себебі бұл жағдайыңыздың нашарлауына әкелуі мүмкін. Дәрігердің нұсқауларын қатаң сақтаңыз және кез келген сұрақтарыңыз болса, оларға хабарласыңыз. Есіңізде болсын, асқазан қышқылдығын басқару бұл ұзақ мерзімді процесс. Дәрігеріңізбен бірге жұмыс істеу арқылы сіз белгілеріңізді басқаруға және толыққанды өмір сүре аласыз. Аутро. Денсаулығыңызды бағалаңыз. Асқазан қышқылдығы бұл көптеген адамдарға таныс жағымсыз мәселе. Бірақ уайымдамаңыз, бұл видеода айтылған кеңестер сізге осы жағымсыз сезімдерден арылуға көмектеседі деп сенемін. Есіңізде болсын, денсаулығыңыз ең басты байлығыңыз. Оған жауапкершілікпен қараңыз, дұрыс тамақтаныңыз, стрессті басқарыңыз және салауатты өмір салтын ұстаныңыз.
Егер сізде асқазан қышқылдығының белгілері байқалса, өзін-өзі емдеумен айналыспаңыз. Дұрыс диагноз қою және тиімді емдеу әдісін тағайындау үшін дәрігерге қаралыңыз. Денсаулығыңыз мықты болсын.